Рамазан да аяқталып қалды. Өзгеру өте қиын. Бірде намаз оқисың, бірде тастайсың. Бірде мотивация бар, бірде жоқ. Күнәлардан шыға алмай қаласың. Мәселе сенде емес, мәселе жүректе. Жүрек тұрақты болмай, ештеңе тұрақты болмайды. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең көп қылатын дұғасы: Я муқаллибал қулуб, сәббит қалби ғала диник. Ей жүректерді құбылтушы Алла, жүректерімді өзіңнің дініңе бекем ет деп қылатын еді. Жүрек бекімейінше амал бекімейді. Сол себепті осы дұғаны көбірек айтыңыз және жақындарыңызға жіберіңіз. Олар да білсін.